Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалық шағымыздың бал дәмі, жұп-жұмсақ әрі өте дәмді лакомка дайындайтын боламыз. Құрамындағы заттар да өте қарапайым, жасалу жолы да өте оңай. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, одан кейін жылы сүтімізді және қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Барлық құрамын төменгі описание бөліміне жазып кететін боламын. Сұйық массамызды жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ашытқымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кезекте ұн мен тұзды сұйық массаларымыздың үстіне аз-аздан салып қамыр елейтін боламыз. Бұл жерде ескерте кететін жағдай, тұзды міндетті түрде ұнмен бірге салыңыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай бірінші кезде лопатканың немесе қасықтың көмегімен осылай жақсылап араластырып аласыздар дағыны, кейін қолмен жақсылап жұмсақ қамыр елейтін боласыздар. Бізде өте жұмсақ қамыр шығады, жұмыс істегенге өте ыңғайлы. Дайын қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағат көлемінде көтерілгенше қоятын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болады, бірақ мөлшерден тыс ұн қосудың қажеті жоқ. Мінекей қамырымыз 2-3 есеге көтерілді. Енді бетін ашып, қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп алатын боламыз. Мен бұл жерде таразының көмегімен 100 граммнан бірдей бөліктерге бөліп алдым. Егерде сіздерде таразы болмаса, ол міндетті емес, көз мөлшерімен бөліп алсаңыздар да болады. Менде осы қамырдан 12 дана шықты. Енді осы қамырларды осылай дөңгелектеп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамыр жұмыс істегенге өте ыңғайлы, оқтаусыз-ақ қолмен жайып лакомканың пішінін жасаймыз. Дәл осылай саусақтарымыздың көмегімен барлық лакомкаларымызды жасап шығатын боламыз. Міне тағы да біреуін көрсетейін сіздерге. Өте оңай жасалу жолы. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Құрамындағы заттар да өте қарапайым. Барлық лакомкаларымызды жасап болғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа расстойкаға қоятын боламыз. Ал оған дейін біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге заварной крем керек болады. Заварной кремнің сілтемесін жоғарыға қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Заварной креміміздің үстінен қоюлатылған, яғни сгущенный молокомызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Немесе 72%-дан жоғары сары маймен қоюлатылған сүтті араластырып, крем жасасаңыздар да болады. Рецептісін описание бөліміне қалдыратын боламын. 15 минуттан кейін қамырымыздың бетін ашып, жұмыртқамызды жағып, алдын ала қызып тұрған 200 градус пеште 15-20 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Пісу уақытысы әр пеште әрқалай, сондықтан да пештеріңіздің ыңғайына қараңыздар. Мінекей булочкаларымыз пісіп шықты. Қараңыздар, өте жұмсақ болып шығады. Булочкаларымызды суытып алып, арасына кремімізді жағатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай арасын осылай ашамыз дағыны. Кремді осындай кондитерский мешокқа құйып алған өте ыңғайлы. Осылай крем құйып шығасыздар. Менің балаларым кремі көп болғанын қалағандықтан мен осындай көп мөлшерде крем құйып шықтым. Менде осы қамырдан 12 дана булочка шықты. Бір данасын осылай ұсақтап алдым. Осылай бетіне жағып шыққанға өте әдемі көрінеді. Мінекей осылай барлық лакомкаларымызды жасап шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, дүкендегіден де керемет болып шығатын лакомкаларымыз дайын. Осымен лакомкаларымыз дайын болды. Міндетті түрде дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бірге Айнұр. Бүгін мен сіздермен құрамына ешқандай жұмыртқа қосылмайтын, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын булочканың рецептімен бөлісемін. Бір жасағаны шығатын сәтті рецепт. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, осы әдіспен жасап көріңіздер. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жылы сүт, ашытқы, шекер, сұйық май және қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Сұйық массамыздың үстінен ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Алдымен қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, одан кейін ұнның қалған бөлігін саламыз. Міндетті түрде електен өткізілген ұн болу қажет, және берілген ұнның мөлшерінен артық ұн қоспаңыздар. Қамырдың басы бірге бастаған кезде ерітілген сары майды құйып, жұмсақ қамыр елейміз. Бізде жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр пайда болады.
Енді бетін жауып көтерілгенше күтеміз. Міне қамырымыз көтеріліп шықты. Көтерілген қамырымызды рулет тәрізді етіп орап бірнеше бөлікке бөлеміз. Барлық құрамын описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден көрсеңіздер болады. Негізі егерде бәрін бірдей етіп жасағыларыңыз келсе, таразының көмегіне жүгінсеңіздер болады. Сонда барлығының пішіні бірдей болып шығады. Мен көз мөлшерімен бөліп алдым. Енді осы бөліктің бәрін осылай видеодағыдай домалақтап аламыз. Барлық қамырды дәл осылай жасап шығыңыздар және толықтай істеп болғаннан кейін 10-15 минутқа бетін жауып тындырып қойыңыздар. Қамыр сонда ісініп көтеріледі, жайған кезде оңай жайылады. Қамырды оқтаумен жайып аламыз. Формасын қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Дәл осылай видеодағыдай бүксеңіздер де болады. Өте әдемі болып шығады. Арнайы начинкасын салыңыздар. Менде қойытылған вареный сгущенка. Кез келген салма салсаңыздар да болады. Егер де формасын осылай жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде шет-шетін жақсылап қысыңыздар. Сонда ыстық пешке түскенде начинкамыз ағып кетпейтін болады. Міндетті түрде қойытылған сүт пайдаланыңыздар. Сонда өзінің формасын ұстап, еріп кетпейтін болады. Тағы да қайталап көрсетіп жатырмын. Дәл осы әдіспен жасасаңыздар, өте әдемі болып шығады. Барлығын осылай түйіп болғаннан кейін тағы да бетін жауып 5-10 минутқа қоямыз. Сол кезде булочкамыз көтеріліп пісіп шығатын болады. Ендігі кезекте жұмыртқаның сары-уызын бетіне толықтай тигізіп жағып шығамыз. Сонда булочкалар сап-сары әдемі болып шығады. Осы кезде пешті қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Және де алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Булочкалар толықтай пісіп шықты. Өте жып-жұмсақ, дәмі ауызда қалатын булочка болып шығады. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Егер де сіздерге осы видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, дәл осы видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыздар. Қайырлы кеш достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше әдіспен батон нандардың жасалу жолын бөліскім келеді. Нанның сырты қытырлақ, іші өте жұмсақ болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, менімен болыңыздар. Ең алдымен қамырды илеу үшін апарасын дайындап аламыз. Ыдысымызға 400 грамм жылы су құямыз. Оның үстіне бір ас қасық ашытқымызды саламыз. Және бір ас қасық қантты салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 5-10 минутқа кішкене көпіріп көтерілгенше қалдырамыз. 5-10 минут уақыт өткеннен кейін көріп тұрғандарыңыздай көпіршіп көтеріледі. Енді үстінен 50 грамм сұйық майын құямыз. Сұйық майдың орнына сары майды ерітіп құйсаңыздар да болады. Одан кейін бір шай қасық тұзды салып, барлығы жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Ендігі кезекте електен өткізіп дайындап қойған ұнымыздың барлығын бірден салып жібермей, видеодағыдай бөліп салып, алғашқы кезде қасықтың көмегімен араластырып аламыз дағыны. Одан кейін барып, қолымызбен араластырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Мен бұл жерде жоғары сұрыпты алтын дән ұнын пайдаландым. Қамырларыңыз аздап сұйықтау болып жатса, аздап ұн қоссаңыздар болады. Осылай қамырымызды жақсылап илеп алдық. Енді бетін жауып, қамырымызды ашығанша қоямыз. Шамамен 1 сағат уақыт өткеннен кейін көтерілген қамырымызды алып, жұмыс жасауды бастаймыз. Қамырды ыдыстан алып, теңдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Барлығы бірдей болғанын қаласаңыздар, таразының көмегімен бөлсеңіздер де болады. Мен осылай көз мөлшерімен бөліп шықтым. Енді барлығын осылай дөңгелектеп аламыз. Осылайша барлығын дөңгелетіп алғаннан кейін келесі кезекте қамырды бір-бірден алып сопақша формаға келтіріп шығамыз. Яғни батон нанның формасын жасайтын боламыз. Қатты жұқа ұзында болып кетпесін, орташа көлемде жасаймыз. Достар, осы видео сіздерге ұнап жатқан болса, комментарий бөлімде өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қамырларымызды осылай сопақша формаға келтіріп алғаннан кейін міндетті түрде мата сүлгінің үстіне орналастырып, бетін жауып тағы да 10 минутқа көтеруге қалдырамыз. Оған дейін біздің суымыз осылай қайнап дайын болып тұру керек. Осының үстіне жарты шай қасық содамызды салып, көтеріліп дайын тұрған нандарымызды қайнап тұрған суға бір-бірлеп саламыз. Осылай қайнап тұрған суға келесі бетін ары қарай аударып, осы судың ішінде шамамен 1 минут көлемінде ұстайтын боламыз. Құрметті менің достарым, осындай керемет видеоларымды жіберіп алмасы үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.
Өздеріңіз байқап тұрғандарыңыздай нандарымыз осылай көтеріліп, ісініп бастайды. Бір немесе 1,5 минуттың көлемінде ұстаңыздар, одан артық ұстамаңыздар. Енді нандарымыздың барлығын осылай суда пісіріп алып, нандарымызды судан сүзіп алғаннан кейін бірден пергамент төселген формаға орналастырып, бетін лезвиямен тіліп, беттеріне әсемдік үшін қалауларыңызға қарай кунжут, мак араластырып сепсеңіздер болады. Алдын ала 200 градуста қызып тұрған пеште нанымызды 15 минут, 20 минут аралығында қызарып піскенше ұстайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай нандарымыз әдемі болып қызарып көтеріліп пісіп шықты. Сырты қытырлап, іші өте жұмсақ болып шығатын керемет нанды сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Сәлем баршаңызға достар, бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын чебурек етінің рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза ыдысқа електен өткізген ұнымызды және зәйтүн май, одан кейін тұз қосып жақсылап араластырамыз. Егер де сіздерде зәйтүн май болмаса, сұйық май пайдалансаңыздар болады. Ұн мен тұзымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған суымызды қосып, қасықтың көмегімен осылай жақсылап араластырып аламыз да, одан кейін қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Суымыз қайнап тұрғандықтан қамыр илеу барысында қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Енді қамырымыздың бетін жауып демалдырып қоямыз. Ендігі кезекте салмамызды дайындаймыз. Ол үшін мен фарш, пияз және қалауымыз бойынша тұз, приправалар пайдаландым. Салмасын фаршпен жасау міндетті емес. Егер де сіздерде фарш болмаған жағдайда картошкамен жасасаңыздар да болады. Фаршқа үкіштен өткізген пияз, паприка, қалауларыңыз бойынша бұрыш, тұз сеуіп жақсылап араластырамыз. Июі қанған қамырымызды осылай сопақтап алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Достар, егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Арнамда шыққан жаңа видеоны алғашқы болып көретін боласыздар. Қамырларымызды көз мөлшерімен осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Ендігі кезекте бөліп алған қамырларымызды жақсылап домалақтап аламыз. Осы қамырдан бірнеше чебурекелер шығады. Мінекей осылай бәрін біркелкі етіп домалақтап аламыз. Біркелкі етіп домалақтап алған қамырларымызды шетінен жаямыз. Қамырымыз тым жұқа, тым қалың болмау қажет. Енді осы қамырымыздың арасына салмамызды салып, вилканың көмегімен жан-жағын қысамыз. Вилкамен жан-жағын қаттырақ басыңқыраймыз, сол кезде қамырларымыздың арасынан салмамыз шығып кетпейтін болады. Қалған қамырларымызды да дәл осылай жақсылап жайып, арасына салмамызды салып, вилкамен жақсылап бастырып, чебурекелерімізді дайындап аламыз. Ендігі кезекте орташа отта осылай чебурекелерімізді пісіріп аламыз. Алар кезде артық майын сорғытып алып, астына қағаз майлық төсеп, чебурекелерімізді сол майлықтың үстіне қоямыз. Сол кезде артық майын қағаз майлықтарымыз сорып алатын болады. Видеодағыда екі жағын аудара отырып, чебурекелерімізді орташа отта пісіріп аламыз. Егер де тым қатты отта пісіретін болсаңыздар, ішіндегі салмасы піспей қалуы мүмкін. Ал егер де тым баяу отта пісіретін болсаңыздар, чебурекелеріңіз өте майлы болып кетуі мүмкін. Сол үшін орташа отта пісіргендеріңіз жөн. Мінекей қарапайым заттардан жасалатын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын керемет чебурекелерді сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр, қош сау болыңыздар. Сәлем достар, менің есімім Айнұр. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін өзім заказға қабылдап жүрген құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға үй температурасында жұмыртқамызды жарып, үстіне шым-шым тұз салып, одан кейін шекерді салып, жақсылап қозғаймыз.
Қымыз сүтімізді құйып, тағы да жақсылап бір қозғап жібереміз. Үстіне разрыхлителімізді қосып, ұнымызды аз-аздан қосып араластырамыз. Енді сұйық майымызды құйып, құймағымызды пісіруге дайындаймыз. Міне құймақтарымыз дайын болды. Құймақтарымыз өте жұқа әрі дәмді болды. Осы рецептпен дайындасаңыздар 34-35 құймақ шығады. Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін сыры қосылған бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Ыдысымызға жұмыртқамызды, разрыхлителімізді, шым-шым тұзымызды қосып, венчикпен араластырамыз. Енді сырымызды, творогымызды, ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды осылай 9 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспақ болады. Сол үшін ұн сеуіп, осындай домалақ колечкалар жасап шығамыз. Дайын болған колечкаларымыздың бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Бетіне кунжут сеуіп, алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 30 минутта пісіріп аламыз. Назарларыңызға рахмет. Менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін өте ерекше бөректің рецептін ұсынамын. Бұл бөректің ерекшелігі қамыры өте жұмсақ және бір жасағаннан шығады. Алдымен ыдысқа қаймақ, жылы су, сүт, жұмыртқа, сұйық май, уксусты құйып, венчикпен бір араластырып аламыз. Үстіне 1 шай қасық тұз қосамыз. Енді ұнымыздың жартысымен разрыхлительді қосып, бір қозғаймыз.
Қалған ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді бөлме температурасында 20 минуттай тұру қажет. Енді салмасын дайындаймыз. Ұсақтап туралған пиязға тұз, бұрыш қосып, жақсылап мыжылап аламыз. Пиязымызды жақсылап мыжып, содан кейін фаршқа араластырамыз. Сол кезде салмамыз сочный болып шығады. Қамырымыз бөлме температурасында 20 минут тұрды. Қамырды теңде 3 бөлікке бөлеміз. Менде 330 граммнан шықты. Әр қамырды жұқа етіп жайып, арасына бөлме температурасындағы сары майды жағамыз. Бұл жерде сары май болу қажет, маргарин қолданбаңыздар. Май жағып болған соң қамырды рулет қып орап, салафанға салып, морозильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Қалған екі қамырымызды дәл осылай май жағып рулет қып орап, морозильникке салып қоямыз. Қамырымыз морозильникте жарты сағат тұрды. Енді салафаннан шешіп, рулетімізді бір-біріне жабыстырып, жұқа етіп жаямыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан арасына ұн сепсек те болады. Жұқа етіп жайылған қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз.
Арасына салмамызды салып, мен көрсеткендей етіп түйіп шығыңыздар. Түйіп шыққан бөректеріміз дайын болды. Енді осының бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, қалауларыңызша күнжіт сепсеңіздер болады. Алдын ала қыздырылған 160 градус пеште 25-30 минутқа салып аламыз. Назарларыңызға рахмет. Видеом ұнап жатса лайк басып, арнама тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Қайырлы кеш қыздар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен үй жағдайында французский багет нанын пісіріп үйренеміз. Оны батон нан деп атасақ та болады. Өте жұмсақ, үйде пісіріп көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, шекерімізді, бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Үстіне бір жұмыртқамызды, ашытқымызды, тұзды қосып, жақсылап бір араластырамыз. Үстіне ұнымызды сала отырып, қаттылау қамыр илейміз. Қамырымыз қаттылау болады, бірақ уайымдамаңыздар, піскеннен кейін өте жұмсақ нандар шығады. Қамырымыз жабыспас үшін ыдысымыздың түбін сұйық маймен майлаймыз. Жақсылап тағы бір илеп, бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз ашыды. Ыдысымыздың түбі май болғандықтан қамырымыз жабыспай түседі. Енді қамырымызды таразының көмегімен бөліктерге бөлеміз. Мен 250-300 граммнан бөліп алдым. Негізі батон нандарымызды 300 граммнан бөлу қажет, бірақ 250 граммнан бөлсеңіздер де ештеңе етпейді. Бөлген қамырларымызды домалақтаймыз. Бетін жауып 5 минутқа демалдырамыз. Міне қамырымыз өте жұмсақ болды. Қолмен жайып, осылай ұрғылап ауасын шығарып аламыз. Қамырымызды мен көрсеткендей етіп, орап, ұзынша етіп жаямыз. Шовын астына қаратып пергамент төселген формамызға жақсылап орналастырамыз. Енді багеттерімізді бетін жауып, 10-15 минутқа расстойкаға жылы жерге қоямыз. Багеттеріміз жылы жерде 10-15 минут тұрды. Осылай лезвиямен тіліп шығамыз. Бетіне кез келген ұнды сепсеңіздер болады, бірақ көп себудің қажеті жоқ. Менде ұн көп себіліп кетті.
Енді багеттерімізді алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Назарларыңызға рахмет. Алдағы уақытта мен сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар. Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте жұмсақ әрі өте дәмді өзбек ұлтының нанын пісіріп үйренеміз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді ыдысымызға електен өткізген ұнды, шекерімізді, сары май немесе маргаринді ертіп құямыз. Мен Шедроэлета маргаринін қолдандым. Үстіне тұз, ашытқы, жылы суымызды қосып қамыр илеміз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Міне қамырымыз көтеріліп шықты. Енді оны ыдысынан алып 8 бөлікке бөліп аламыз. Менде қамырдың әр бөлігі 215 граммнан шықты. Сіздерде таразы болмаса, көз өлшеммен бөліп алсаңыздар да болады. Енді қамырларымызды домалақтап, пергаменттің үстіне орналастырамыз. Енді қамырларымыздың бетін жауып, 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырларымыз көтеріліп шықты. Енді осыны мен көрсеткендей етіп, жан-жағын лезвиямен тіліп шығамыз. Ортасын қолымызбен басып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызымен сүтті араластырып, жағып шығамыз. Енді ортасын тесіп шығамыз. Вилкамен тессеңіздер де болады. Бетіне қалауларыңыз бойынша кунжут сепсеңіздер болады. Нандарымызды алдын ала қыздырылған 200 градус пеште 15-20 минутқа салып аламыз. Нандарымыз дайын, осылай қызарып әдемі болып шығады. Ең бастысы, бұл нандар бірнеше күнге дейін жұмсақ болып тұрады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеом ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Сәлем баршаңызға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мамықтай өте жұмсақ болып шығатын пеште пісетін пирожки жасаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға 1 стакан жылы сүтімізді және 1 стакан жылы суымызды құямыз. Бұл жерде айта кететін жағдай, сүтіміз бен суымыз жылы болуы маңызды.
Енді осы сұйықтықтың үстіне қантымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ендігі кезекте ашытқымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сұйық майымызды және 2 жұмыртқаның ағын қосамыз. Жұмыртқаның сарысын бетіне жаққанға алып қаламыз. Барлық сұйық массамызды жақсылап араластырып, електен өткен ұнымызды жай-жайдан бөле отыра, алғашқыда қасықтың көмегімен араластырамыз. Кейін ұнның барлығын қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, ұнды шетінен қоса отыра, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Ұнды бірден салып елесеңіздер, қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, аз-аздан салатын болсаңыздар, пирожкилеріңіз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Қамырымызды елеп болғаннан соң, бетін жауып ашығанша жылы жерге қоямыз. Ал оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Картобымызды ашып, жақсылап жуып, кесіп турап аламыз. Сонда біздің картобымыз тез пісетін болады. Үстіне суымызды құйып пісіретін боламыз. Піскен картобымызды арнайы езгішпен немесе шанышқының көмегімен еземіз. Картобымыздың үстінен пиязды қуырып қосамыз. Салмамыз өте дәмді болады. Және дәміне қарай тұз, қара бұрыш және қалауларыңыз бойынша паприка қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Паприка міндетті емес. Паприканы қосу-қоспау өз еркілеріңізде. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдай отырыңыздар. Салмамыз дайын. Енді қараңыздар, 1 сағаттай тұрған қамырымыз қандай күшті болып көтерілді. Қамырымызды ыдысымыздан алып, майда бөлшектерге бөліп шығамыз. Қамырларыңыз қолыңызға жабысқан жағдайда, қолыңызды кішкене майлап алсаңыздар да болады. Енді осы қамырымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырларымыздың бәрін бірнеше бөліктерге бөліп болғаннан кейін осылай домалақтап аламыз. Барлығын домалақтап болғаннан кейін бетін жауып 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз 2-3 есеге тағы да көтерілді. Енді саусақтарымыздың көмегімен осылай жайып аламыз. Қамырымызды орташа қалыңдықты жайып, енді салмамызды салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай түйіп шығамыз. Мінекей сіздерге жақыннан көрсетемін. Осылай жабыстырып, қамырымызды түйіп аламыз. Қамырымызды жақсылап бекітеміз, сол кезде салмамыз шығып кетпейтін болады. Қамырды біріктіріп, жақсылап жабылуына мән беріңіздер. Пергамент төселген формамызға орналастырып, бетіне алып қалған 2 жұмыртқаның сары уызын біркелкі етіп, барлық жеріне жағып шығамыз. Содан соң мен пышақтың көмегімен сызықтар жасап шықтым, ол міндетті емес, мен тек әдемілік үшін жасап шықтым. Дәл видеодағыдай осылай 3 сызық жасап шықтым. Енді дайын болған пирожкиімізді алдын ала қызып тұрған 200 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз, өйткені өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сәлем баршаңызға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін балалар сүйсініп жейтін өте тойымды мини-пай с мясом, яғни тауық еті қосылған мини-пай рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Ал енді мини-пайымыздың қамырына кірісейік. Ол үшін ыдысымызға жылы сүт, жылы су және қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше араластырып, үстіне ашытқыны қосып, жақсылап тағы да араластырып, бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Біздің массамыз көпіршіктеніп көтерілуі қажет. Мінекей біздің массамыз көпіршіктеніп көтерілді. Енді оның үстіне 2 жұмыртқамызды, бөлме температурасындағы сары майымызды және тұзымызды қосып, тағы да венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Араласқан сұйық массамызға енді ұнымызды 2 бөліп қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Енді ұнымыздың жартысын саламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабысатын қамыр болып шығады. Көрсетілген мөлшерден артық ұн салмаймыз. Ұнды артық салудың қажеті жоқ.
Енді ыдысымыздан қамырды алып 10 минуттай сұйық майдың көмегімен қолға жабыспайтындай болғанша илейміз. Әбден июін қандырамыз. Мінеки қамырымыздың июін әбден қандырып 10 минуттай иледім. Ыдысымызды сұйық маймен майлап, қамырды қайтадан салып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағаттай қоямыз. Қамырымыз ашығанша салмамызды дайындаймыз. Ол үшін мен тауықтың етін алдым. Сиырдың фаршын алсаңыз да болады. Және пиязымызды ұсақтап турап, картошкамызды да ұсақтап турап, тұз, бұрыш қалауыңызша қосып, жақсылап араластырамыз. Міне салмамыз дайын болды. Дайын салмамызды бір шетке қоя тұрамыз. Міне қамырымыз ашып дайын. Менің қамырым биік болып көтерілді, ол жері видеоға түспей қалды. Енді дайын қамырымызды видеодағыдай 10 бөлікке бөліп аламыз. Менде әр қамырымыз 130 граммнан шықты. Сіздерде осындай таразы болмаса, көз мөлшерімен бөліп алсаңыздар да болады. Мінеки қамырларымызды 10 бөлікке бөліп алдым. Енді әрқайсысын осылай жайып, кальцоның көмегімен бөліп аламыз. Егерде сіздерде кальцо болмаса, тарелканың немесе кесенің көмегімен бөліп алсаңыздар болады. Мінеки осылай бөліп, дәл видеодағыдай екінші бөлігінде жайып, домалақтап жайып аласыздар да, оны да кішкентай кальцомен немесе кішкене кесемен бөліп алсаңыздар болады. Енді қамырымыздың үлкен бөлігін алып, салмамызды ішіне салып, мен салмамызды да бірдей етіп бөліп алдым. Үстіне кішкентай бөлігін салып, видеодағыдай түйіп шығамыз. Астыңғы бөлігі үлкендеу болғандықтан, үстіндегі кішкентай бөлігіне жақындатып, үстіп түйіп шығамыз. Сәндік үшін енді мини пайымызды осылай қысып шықсаңыздар да болады. Мінекей сіздерге жақыннан көрсетейін. Үлкен бөлігіне тағы да салмасын салып, үстіне кішкентай бөлігін салып, осылай бір-біріне біріктіріп түйеміз. Өте тойымды, өте дәмді, балдарыңызға міндетті түрде 100% ұнайтынына сенімдімін. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, енді екінші түрін көрсетейін сіздерге. Ол үшін тағы да осылай үлкен бөлікті етіп кесіп аламыз да, салмамызды саламыз. Осылай видеодағыдай бір-біріне біріктіріп, булочканың несі сияқты осылай түйіп домалақтап аламыз. Екінші қалған қамырымызды жайып, осындай инструменттің көмегімен осылай узор жасап, әдемі етіп шығарсаңыздар да болады. Ал егерде бұндай инструмент сіздерде жоқ болса, ол міндетті емес. Бұл аспап кез келген кондитерлік дүкендерде сатылады. Мінекей мини пайларымызды түйіп шықтым. Осылай қалған қамырды мен гүлді етіп, бетіне сәндік үшін қойып шықтым. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, ақ күнжіт, қара күнжітті сәндік үшін, дәмін келтіру үшін сеуіп шықтым. Енді осы мини пайларымызды алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Пісу уақытын пештеріңіздің ыңғайына қарайсыздар. Беті әдемі болып қызарғанша пісіріп аласыздар. Сондай-ақ достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің арнамнан көптеген тәттілердің рецептісін көре аласыздар. Өте тойымды және дәмді мини пайларымыз мінекей пісіп шықты. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді мастер-класстарда хит болып жүрген үгілмелі қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл самсаны қорықпай тапсырысқа да жасасаңыз болады.
Алдымен қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін електен өткен ұнға салқын сары майымызды үккіштен өткізіп, жақсылап араластырып, крошка жасаймыз. Крошкамызды жасап алып, ұнымызды бір шетке қоя тұрамыз. Енді бөлек ыдыстағы қаймақтың үстіне 2 жұмыртқаның сары уызын, 1 жұмыртқаны, шай қасықтың 3/1 бөлігіндегі тұз және суымызды қосып өзара араластырып, крошканың үстіне құйып, қамыр елейміз. Қамырды қатты илеудің қажеті жоқ, басы біріксе болды. Салафанға салып, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Июі қанған холодильниктегі қамырымызды алып, жақсылап бір келкі етіп жайып аламыз. Видеодағыдай қамырымызды бір келкі етіп жайып аламыз. Қамырымызды бір тегіс етіп жайып алдық. Енді осы қамырымыздың үстіне сары майымызды ерітіп, жақсылап бір келкі етіп жайып аламыз. Майды жақсылап жайып болғаннан кейін, осылай видеодағыдай рулет тәрізді етіп орап, холодильникке кемінде 2-3 сағатқа салып қоямыз. Немесе асығыс болған жағдайда морозильникке жарты сағатқа салып алсаңыздар да болады. Сондай-ақ достар, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видеоларымда алғашқы болып көретін боласыздар. Негізі май жақып болғаннан кейін осылай майдың үстіне ұн сеуіп барып орасаңыздар, қамырларыңыз керемет болады. Мен бас жағында ұмытып кетіппін, бірақ ештеңе етпейді. Міне қамырымызды рулет тәрізді етіп орадым. Енді осыны салафанға салып, холодильникке салып қоямыз. Мен заказға жасағандықтан бір түн алдын ала, яғни бір күн бұрын холодильникке салып қойдым. Енді самсамыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін фарш, ұсақтап туралған пияз, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып жақсылап араластырып аламыз. Үстіне кішкене сұйық май қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мен бұл самсаны тапсырысқа жасадым, сондықтан салмамыздың барлығын таразының көмегімен өлшеп алдым. Егер сіздер үйге жасасаңыздар, көз жобамен жасасаңыздар да болады. Ал егер тапсырысқа болса, самсаларыңыз бір келкі шығу үшін өлшеп жасағандарыңыз дұрыс. Міне осылай фаршымызды бір келкі етіп өлшеп бір шетке қоя тұрамыз. Енді қамырымызды алып, қамырларымызды да бір келкі етіп, яғни мен қамырымызды да, салмамызды да 35 граммнан бөліп алдым. Әр қамырымызды 35 граммнан бөліп алғаннан кейін жақсылап жайып аламыз. Қамырларымыз тым жұқа, тым қалың болмау керек. Орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қамырларымызды жайып болғаннан кейін мен сіздерге түйу әдісін көрсетейін. Мінекей шетін алдын ала жақсылап біріктіріп аламыз. Содан кейін осылай қайыра отыра, шымши отыра, осылай өріп шығамыз. Мені видеода көргеніңіздей етіп, өріп шықсаңыздар болады. Әдемі көріну үшін осылай тұрғызып қойсаңыздар өте әдемі көрінеді. Және тағы біреуін түйіп көрсетейін. Міне осылай өлшеп алған фаршымызды қамырымызға салып, тағы да шетін жақсылап біріктіріп алып, осылай өріп шығамыз. Өру әдісі өте оңай және самсамыз піскеннен кейін әдемі көрінеді. Мінекей самсаларымызды түйіп болдым. Енді жұмыртқаның сары уызына кішкене сүтті қосып, осылай бір келкі етіп самсаларымыздың бетіне жағып шығамыз да, қалауларыңызша ақ күнжіт, қара күнжіт сепсеңіздер болады. Енді осы дайын самсамызды алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Пісу уақыты әр пеште әрқалай, сондықтан өз пештеріңіздің ыңғайына қарап жақсылап самсаларды пісіріп аламыз. Самсаларымыз өте керемет болып пісіп шықты.
Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар. Сәлем қыздар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін үй жағдайында жасалатын өте керемет пончиктердің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға жылы сүт, сары май, жұмыртқа, шекер және кішкене тұз салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді кішкене ұнымызды және ашытқыны салып, тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Қалған ұнымызды және кішкене ванилин салып, қамыр илейміз. Арты ұн салмауын қадағалаңыздар, өйткені қамырымыз қатты болмау қажет. Дайын қамырымызды ашығанша жылы жерге 1 сағаттың шамасында қоямыз. Және көтерілген қамырымызды қайтадан бір қайтарып, екінші мәрте көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Менің қамырым 2 рет көтеріліп шықты. Енді осы қамырды 2 бөлікке бөліп, қатты салмақ салмай жаямыз. Енді видеодағыдай осындай формочкалармен кесіп, расстойкаға 15-20 минутқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Расстойкада 10-15 минут тұрған пончиктеріміз осындай томпақ болып көтеріліп шығады. Енді осы пончиктерімізді орташа отта пісіріп аламыз. Майымыздың қатты қызып кетпеуін қадағалаймыз, өйткені сырты тез пісіп, іші шикі болып қалуы мүмкін. Сол үшін орташа отта пісіріп аламыз. Қыздар, бұл жерде және де айта кететін жағдай, өте жай отта да пісірмеңіздер, өйткені майды өз бойына сіңіріп алады. Сол үшін орташа отта пісіріп алу керек. Пончиктеріміз әдемі болып пісіп шықты. Енді ганаш дайындап алыңыздар. Мен сливки мен шоколадты микроволновкада ерітіп алдым. Суыған пончиктерімізді осылай ганашқа видеодағыдай батырып аламыз. Бетіне сәндік үшін осындай посыпкалар септім. Бұл кез келген кондитерлік дүкендерде сатылатын, жеуге болатын посыпкалар. Балалар сүйсініп жейтін пончиктеріміз осымен дайын болды. Үйде міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар. Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін өте жұмсақ, әрі жасалуы оңай сөзбелі булочканың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысқа жылы сүт, қант, ашытқы, мед, ванилин, шым-шым тұз, сұйық май қосып араластырамыз. Енді осы сұйық қоспамыздың үстіне ұн қосып, қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз көтерілгенге дейін начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін сүзбемізге қант, ванилин қосып, блендердің көмегі арқылы блендерлеп аламыз. Қамырымыз көтерілді. Енді осы қамырды 4 бұрышты етіп жаямыз.
Қамырымыздың арасына бөлме температурасындағы сары майымызды жағамыз. Енді сүзбелі начинкамызды жағып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша мейіз қоссаңыздар болады. Начинкаларымызды жағып шықтық. Енді осы қамырды видеодағыдай рулет қып орап аламыз. Рулетімізді бірнеше бөлікке бөлеміз. Менде 12 бөлік шықты. Булочкаларымызды оңға аунатып, пергамент төселген формамыздың үстіне орналастырамыз. Булочкаларымызды енді бетін жауып, расстойкаға 20 минутқа қоямыз. Булочкаларымыз расстойкада тұрды. Енді осы булочкалардың үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қызып тұрған 170 градус пеште 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Булочкаларымыз дайын. Мен үстіне сахарный пудра сеуіп шықтым. Үйде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Сау болыңыздар. Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бірге Айнұр. Бүгін мен сіздермен құрамы өте қарапайым заттардан жасалатын, құрамына ешқандай ашытқы қосылмайтын, оңай әрі жылдам дайын болатын керемет булочканың рецептімен бөлісемін. Таза ыдысқа жұмыртқаларымызды және шым-шым тұзымызды қантты салып, венчикпен немесе қасықтың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқалы массамызды жақсылап араластырып болған соң, сүзбемізді қосып, тағы да бір келкі масса болғанша араластырамыз. Егер де сіздерде сүзбелеріңіз ірі болса, блендермен езіп қосқандарыңыз жөн. Енді осы массамыздың үстіне ванилинді және сұйық майды қосып араластырамыз. Ванилиннің орнына ванильный сахар қоссаңыздар да болады. Барлық сұйық массамызды араластырып болған соң, електен өткізілген ұнның үстіне қопсытқышты салып, алғашында венчикпен қозғап, кейін қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илетін боламыз. Өте жылдам дайын болатын бұл булочканы әсіресе таңғы асқа дайындасаңыздар да болады. Сүйікті менің оқырмандарым, арнама тіркелмеген болсаңыздар міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымда алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болды. Ешқандай демалдырудың қажеті жоқ, бірден пайдалансаңыздар болады. Қамырды жақсылап илеп, ұзынша етіп, теңдей бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Барлық құрамын описание бөліміне жазып қойдым, сол жерден көрсеңіздер болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп созып, көз мөлшерімен 12 бөлікке бөліп алдым. Әр бөлікті домалақта булочканың формасын жасаймыз. Барлық қамырды осылай булочканың формасын жасап аламыз. Ендігі кезекте булочкаларымыздың барлығын жасап болғаннан кейін пергамент төселген формамызға орналастырамыз. Бетіне жұмыртқа жағып, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 25 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Пісу уақыты өз пештеріңізге де байланысты, сондықтан қызарғанша пісіріп алатын боласыздар. Өте жұмсақ әрі жылдам дайын болатын керемет булочкаларды үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр, қош сау болыңыздар. Қайырлы кеш қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен балалық шағымыздың естелігі болып келетін коржиктердің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға қанттың үстіне жылы сүтімізді құйып, жақсылап қантымыз ерігенше
араластыратын боламыз. Осы кезде айта кетейін, негізі сүтіңіз ыстықтау болса, қантыңыз тез еритін болады. Менің сүтім жылылау болғандықтан бірнеше уақыт араластырдым. Ендігі кезекте бір орташа жұмыртқаны немесе бір жұмыртқаның сарысын қосып араластырамыз. Осы сұйық массамыздың үстіне шым-шым тұз және кішкене ванилин қосып араластырамыз. Осы сұйық массаларымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін бөлме температурасындағы сары майды немесе маргаринді жақсылап қосып араластырамыз. Міндетті түрде бөлме температурасында еріп тұруы қажет. Құрметті қыз-келіншектер, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосыңыздар. Барлық сұйық массаларымызды осылай біркелкі араластырып болғаннан кейін, ендігі кезекте електен өткізілген ұнның жартысын және разрыхлительді қосып жақсылап араластыратын боламыз. Енді осындай біркелкі масса болған кезде қалған ұнымызды қосып жұмсақ қамыр илейміз. Ешқандай артық ұн қосудың қажеті жоқ, барлық құрамын описание бөліміне жазып қалдырамын. Мінекей, бізде өте жұмсақ қамыр пайда болды. Енді осы қамырды салафанға салып 20 минут холодильникке салып қоямыз. 20 минут қамырымыз июі қанғанша біз алдын ала духовкамызды қыздырып қоятын боламыз. Ендігі кезекте қамырымызды алып, ұн сеуіп, орташа қалыңдықта, шамамен 8-10 мм қалыңдықта жаятын боламыз. Неке видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай форманы ұнға батырып кессеңіздер болады. Егерде сіздерде бұндай форма болмаса, кесемен кесіп алсаңыздар да болады. Барлық қамырларды осылай кесіп алып, пергамент төселген формамызға әдемілеп жайғастыратын боламыз. Егерде сіздер коржиктеріңіздің жұқалау болғанын қаласаңыздар, кішкене жұқа етіп жайсаңыздар болады. Сол кезде коржиктеріңіз қытырлықтау болып шығады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 10 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Коржиктеріміз дайын. Дәл қазіргі балаларымыз мектепке баратын уақытта дүкеннен ештеңе сатып алмай, үй жағдайында бар заттардан өз қолыңызбен міндетті түрде жасап көріңіздер.